Еліміздегі сауықтыру орталықтары операциялар жасауға мүмкіндік алуы мүмкін. Бұл туралы Қазақстанның мүгедектер конфедерациясының президенті депутат Жанат Омарбеков айтты. Елдегі сауықтыру орындарының басым бөлігі жекеге өткен. Олар мүгедектер мәселесіне көз жұмып келеді дейді ол. Одан бөлек енді шипажайларға лицензия беру мәселесі қаралады. Осы лицензия аясында кей емдеу орталықтары түрлі операцияларды жасауға мүмкіндік алады. Дәл қазір Астанада өтіп жатқан шипажай 2018 денсаулық форумында бұдан өзге де қандай тақырыптар көтеріледі? Тілшімізді тікелей эфирге қоссақ. Рахмет. Бүгінгі тақырып еліміздегі шипажайлардың деңгейін көтеру. Бұл турасында қонағымыз Ажар Инаятқызы айтып береді. Енді қандай мәселе бар еліміздегі шипажайлардың деңгейін көтеру турасында? Бүгінгі конференция несімен ерекше? Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасының медициналық орталығы дәстүрлі жыл сайын осы шипажай форумын өткізеді. Осы форумның аясында біздің еліміздегі барлық санаторлық-курорттық ұйымдар, оңалту орталықтары жиналып, осы басты мәселелер талқыланатын болады. Енді басты мәселе бүгінгі таңда біздің елімізде өте жоғары деңгейде, халықаралық деңгейде деп айтуға болады, жақсы кардиохирургиялық, нейрохирургиялық, травматология, ортопедиялық операциялар жүріп жатыр. Ал осы біздің азаматтарымыз операция алып шыққаннан кейін саты-сатысымен реабилитациялық ем алу керек, санаторлық курорттық ем алу керек. Ал бүгін қанша біз осы жұмысқа дайынбыз, үрдіске дайынбыз, сол талқыланатын. Қандай жаңа технологиялар енгізулеріміз керек, қандай осы елімізде министрлікпен ұлықсатыменен жасалған қаттамаларға байланысты барлық жерде, барлық шипажайларда мемлекеттік болсын, жеке болсын, емдеу тәсілдері жүргізілу керек. Санаторлық курорттық емді әрбір адам ауырсын, ауырмасын жыл сайын алып тұру керек. Өзіңізге рахмет. Студия сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, толымды ақпараттарына айта кетейін, бізбен байланыста болған әріптесім Еркен Шақырұлы болатын.